Бір әйел кісінің басынан өткен әдемі, әсерлі оқиға. Бір кісі алыс сапарға аттанбақ болып әуежайға келді. Ұшуға әлі ертелеу еді. Сондықтан бір қорап печене сатып алды да оңашалау бір орындыққа отырып кітап оқи бастады. Сәлден соң көрші орындыққа бір кісі келіп жайғасты да ол да кітабын шығарып оқуға кірісті. Әйел қасында тұрған қораптан бір түйір печенені ала бергенде жаңа келіп отырған кісінің де сол қорапқа қол созғанын байқап қалды. Бейтаныс кісінің әдепсіздігіне ашуланып ұрсып тастағысы келді де өзін әзер тежеді. Қорапқа қолын созған сайын ол кісі де бір түйірден алуын тоқтатпады. Үндемеген сайын басынған көршінің бейәдеп тірлігі ашуының шегіне жеткізді. Осылай іштей арпалысып отырғанда қорапта бір-ақ печене қалды. Енді не істер екен деп отырғанда әлгі кісі еппен оны екіге бөлді де жартысын қорапта қалдырып әйелді одан сайын таңғалдырды. Арсыз әрекет әйелді әбден ашуға булықтырды. «Мынау әбден басындау», деді де орнынан атып тұрып ұшаққа беттеді. Әлгінде болған жайтты санасына әлі де сыйғыза алмаған күйі ұшақтағы орнына жайғасты. Артынша қол сөмкесін ашса, бағана сатып алған печенесі ашылмаған күйі тұр екен. Қап! Күтпеген көрініс маңдайына үлкен соққы болып тиді. Артынша тұла бойын ұят кернеп өзін қоярға жер таппады. Әлгі адам ол ойлағандай әдепсіз, арсыз емес. Керісінше нағыз ұстамды әрі жомарт кісі екен. Кейде біреуді 100% кінәлі деп санап, өзімізді сүттен ақ судан таза секілді көреміз. Ал жағдай шын мәнінде мүлде басқаша болып қалса ше? Онда не істейміз? Ендеше байыбына жетпей жатып ешкімді айыптауға асықпайық. Шын мәнінде біздің біреу туралы жаман ойымыз ол адамның жаман екендігін білдірмейді. Керісінше біздің осалдығымызды көрсетеді.